Армысыздар, құрметті қонақтар, ардақты ұстаздар, аяулы ата-аналар, оқушылар. Мектебім саған мың алғыс атты мектеп түлектерінің салтанатты жиынына қош келдіңіздер. Добрый день, уважаемые гости, учителя, родители. И снова пришла долгожданная весна. Воздух наполнился ароматом распустившейся зелени, а наша душа – ожиданием счастливых перемен. Мы рады приветствовать вас на нашей торжественной линейке, посвященной празднику последнего звонка. Түрлі спорттық жарыстардың жеңімпазы мектеп президенті Шленбаева Гүлназым Сәбитқызы. Біржан Салауданы білім бөлімінің бас маманы Сейітова Зиягүл Қайырбекқызы. Алғашқы құттықтау сөз мектеп директоры Бекерова Алма Болатқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, ұстаздар, мектеп бітірушілер. Мінекей тағы бір оқу жылы аман-есен ойдағыдай аяқталды. Барлықтарыңызды бүгінгі соңғы қоңырау салтанаты шарасымен құттықтаймын. Биылғы су тасқындар және 25 мамыр демалыс күніне келуіне байланысты 1-10 сыныптарда соңғы қоңырау салтанаты шарасы өткізілмей, барлық сыныптарда 24 мамыр күні оқу жылының аяқталуына байланысты білімім отаныма атты сынып сағаттары өткізілді. Ал мектеп бітірушілерге жылдағы дәстүрден жаңылмай соңғы қоңырау шарасына рұқсат берілді. Бұл түлектерімізге деген үлкен құрмет пен сенімнің белгісі. Құрметті ата-аналар, кешегі кішкентай бүлдіршіндеріңіз міне үлкен қыз жігітке айналып, мектепті аяқтап, бағып қағып өсірген осы балапандарыңыз еңбектеріңізді ақтап, биік белестерден көріне берсін. Наши выпускники, волнующий момент. Каждый год я говорю, таких, как вы, не будет. Вы самые красивые. Келесі оқу үздіктері мақтау қағаздармен марапатталсын. Екінші А сынып құрмет. Параграф 1. Объявить благодарность за отличные успехи в учебе и наградить похвальными грамотами следующих учащихся. Сіздерді шын жүректен, біріншіден көктемнің осы бір керемет мерекелерінің бірі соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Алға қойған мақсаттарыңа жете біліңдер, талпыныңдар, тырысыңдар. Әрқашан өздерінің білім деңгейлеріңді жетелей беріңдер. Өйткені қазіргі заман талабы сол. Өмір күнделікті бір жерде тұрмайды, күнде өзгеріп жатады.
мектебімізде сондай бір толғанатын да, қуанатын да сондай бір керемет күн. Осы мереке күні құтты болсын, жылдан жылға басымыз аман, еліміз тыныш, осындай біздің ұрпақтарымыз жалғасып, жылдан жылға осы мектептен ұшатын түлектер көбейе берсін. Қуанатын болар. Құрметті ата-аналар, балапандарыңыз ұшқалы отыр, сәттілік тілеймін, ақ жол тілеймін. Өздеріңіз қазір бірге оқу бітіріп жатқан сияқты сондай бір көңіл күйде отырсыздар. Сол көңіл күйлеріңіз қашанда балапандарыңыз бірге болсын. Мектепте алған білімдеріңізді дұрыс қолданып, дұрыс таңдау жасауларыңызды аса маңызды болды. Сегодня очень волнительный день для выпускников. Вы будущее нашего государства. Вам предстоит принять эстафету, держать и покорять новые высоты, внести свой достойный вклад в развитие нашего государства. Поздравляю всех выпускников с этим очаровательным днем. Oh
қоңырау 17 жастың күркірі. Балалық шақтың оятып күллі өлкесін, баласа ойдың қастып кенет желкесін. Қимастық шақтың қып-қызыл жібін үзгендей, қимастық үні не деген ғана еркесін. Ертең толқындармен тербеп кеп, теңіздей өмір жолына қарай төрлетпек. Құлақтың бірақ құрышында қалар мәңгілік, сол қоңырау үні, сол бір топ бала, сол мектеп. Сол қоңырау үні үмітпен бастап жолмасын, арманға қарай алысқа тартар арнасын. Сан қоңырауларды күмбірлетесің даусы тек, 17 жастың тазалығынан танбасын. Артта қалған балғын шағы ертегі, дәл бүгіннен басталады ертені. Алып шығар ашық терен теңізге, арман атты ақ кеменің желкені. Ойға жиған салты сүрмен мұраны, ел мүдесі болсын асқақ ұраны, мәртебесін көтереттің биікке, жас түлектер тәуелсіз ел қыраны. Жастық шағын сағындырар көктемін, білекшін боп тұрар ылғи анандай алыстағы алтын үй мектебін. Жас түлектер қақты бүгін қанатын, сәулелік күн жүрекке от жағатын, кім ұмытар қоңыраудың сыңғырын, жүрекке мәңгі ұялап қалатын. Білімнің жинай алсақ бүгін нарын, ұстаздың еңбегі деп оқынғаным, алғашқы ұстаз бір сіздің арқаңызда. Бұл күнде жинай алсақ бүгін нарын, орнағап сізден үлгі санағанық, сол тәлім жолдан табада анық, қандай да бір құрметке де лайықсыз, жатса егер еңбегіңіз бағаланып. Өсірген, қатемізді әрқашанда кешірген, өмір жолы қиын жол деп әрдайым тәрбиелеп ақылдығып өсірген. Бүлдіршін тәрбиесі табысымыз, бүгінде қарыздарымыз бәрі үшін біз. Шәкірттен алғыс алып қашанда жемісті болсын әр ісіміз. Қандай ғажап қалыпсыздар, шәкіртке шындай биік алыпсыздар, жан біткен жанарынан нұр сыйлаған, күндей боп күлімдеген жарықсыздар. Кем көрмеймін сізді асылананнан, сізге ұқсап бізде қудық сан арман, сізде адам дүниеде көп болсын, балалардың бақыт үшін жаралған. Сенің бағың өрге қарай өрлесе, ол да бірге қуанышқа келген. Сол арқылы сен өмірді жалғадың, ізгі іс қой ұстаз тілін алған. Мақтау алсаң ұстаздардың алдында, ол да өзіңнің орындалған арман. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбайтұғын адамның алтындығы. Ұстаз деген жарық күні ғаламның, ұстаз деген анасы ол адамның, бүкіл әлем мойындайды еңбегін, сен де одан адам болып жаралдың. Алғаш рет оятқансың санаңды, алғаш рет ұстатқансың қаламды. Сол үшінде мәңгі сыйлап өтермін, түсіндірген жақсы менен жаманды. Анамдайсыз менің асыл ұстазым, өтті бізбен көктем, күз, қыс жазым. Жылдар бойы тәрбиелеп аялап, болашаққа байтақ бір жол нұсқадым. Қателіктер болды бізде кей жерде, үйретуден жалықпаған ұстаздар, жанашырда олар біздің көп жерде. Қош бол енді мектебім менің, сен де оқып, сен де көтердің, қоштаса сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткені. Қош бол енді мектебім менің, сен де оқып, сен де көтердің, қоштаса сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткені.
День сегодня значимый и прекрасный. Прозвенит последний наш звонок. На глазах незваные слезинки и слышны хорошие слова. Светлые веселые улыбки, пожелания счастья и добра. Нынче детство с нами расстается, разлетимся птицами теперь. Но навечно в сердце остается школьная распахнутая дверь. Спасибо вам, учителя, за то, что нас всему учили. Вы капитаны корабля, на котором все мы плыли. Но нам пора с него сойти и отыскать себя на свете. А вам желаем, чтобы в пути встречались добрые лишь дети. Пусть работа вам дарит свет, желание и вдохновение. Каждый день из года в год дарите детям обучение. Время пришло нам со школы расстаться. Последний звонок точку поставил, стали сегодня мы выпускниками. Низкий поклон вам, учителя. Спасибо, вы нас учили нельзя. Вы сердце и душу нам отдавали, чтобы мы людьми настоящими стали. Мы обещаем вас не подвести, чтобы гордиться вы нами могли.